Danışpan emşinin tağı bir yeme. Bir gün alış yerden hali öte neşer adam geledi. Biz olda navkastı muqiyat qarap tamırın ustap göretті, ündemeye oturup kalatdı. Sebebi, бұл aurudun emi öte kıyın, onu eşkim kolga түсірelmeytin edi. 7 жыл адам көзіне түспеген жыланның улы сілекейі қосылған сүтті ішсе, давасы содан болады екен. Бұл табылмайтын емді айтып, басын қатырмайын деп Бизолда науқасты еліне қайтарып береді. Ол уақытта емші өз емдеген ауруды өлдіге санайтын. Еліне қайтқан соң науқастың әйелі ақыры өлген адам ғой, аз күн болса да салқын жерде жаны серіксін деп қостан сауын сиыр алып, күйеуін алыстағы тауға апарып бағып жатады. Сол тауда 7 жыл адамға көрінбеген ту жылан болушы еді. Әлгі әйелдің қосы жыланның назарына бірден түсті. Жақындап келіп қараса, қостың маңында арқанда отырған сиырда шаруа жайғап жүрген адамды көреді. Жылан бұлар қандай мақұлық болса да, түнде барып өздерін жоқ қылайын деп көрінбей қайтып кетеді. Күн батып, ымырт жабылған соң жылан қосқа қарай бет алады. Жанып тұрған отты көріп жақын бара алмайды. Bir mezgilde от сөніп қараңғы болады. Түн ортасы шамасында қосқа жақындап келіп далада жатқан сиырды көреді. Ашық тұрған есіктен жылан ішке кіреді. Мұнда екі адам ұйықтап жатыр екен. Енді осыларды шағып өлтірейін деп жан-жағына сақтана қарағанда құйылы сүтті көреді. Сол-ақ екен, жыланның сілекейі шұбырып кетеді. Өзін-өзі ұстай алмайды да сүтті іше бастайды. Аузынан улы сілекейі сүтке төгіледі. Енді бұлардың дәмін таттым ғой, қастық қылмай-ақ қояйын деп жылан кетіп қалады. Ол кеткен соң біраздан кейін науқас кісі сусын сұрайды. Әйел тұрып, жаңағы жылан ішкен сүттен құйып береді. Ауру адам ішіп алысымен тынысы кеңіп, сарай ашылғандай болады. Біраздан кейін сүттен тағы сұрап ішеді. Денесі жеңілденіп, ауруынан айыққаны байқалады. Екеуі де қуанып түнімен ұйықтамайды. Таң атқан соң тамаққа тәбет шауып, әйелі май салып сүт пісіріп береді. Әлгі жылан келесі түн тағы да келіп, көрген жерден сүтті ішеді. Улы сілекейі сүтке тағы да төгіледі. Дәніккен жылан бірнеше түн қатарынан қостан келіп сүт ішіп, сілекейін төгіп кетіп жүреді. Ауру сүт ішкен сайын құлан таза айға бастайды. Бірнеше күннен кейін науқас адам түрегеліп өзі жүретін болады. Көп күн өтіп мүлде жазылған ол, қуанышы қойнына сыймай еліне қайтады. Жазылып қайтқанын естіп, ағайын туысқандары келіп көңілін біліп, сені біз өлдіге санап, күдерімізді үзіп едік. Сәті түсіп жазылып келдің, қандай емістедің деп сұрайды. Ешқандай емістегенім жоқ, сиырдың сүтін сусынға аштым. Ажалым жоқтығына салқын жер себеп болды ма қайдам. Сәті түсіп жазылып қайттым ғой деп күлімсірейді науқас. Ол аман есен жазылғанына той жасап қуанышқа кенеледі. Bir gün әлгі адам, Бизолда емшіге сәлем берейін. Маған ауруыңа ем жоқ, қолынан келмейді деп еді. Енді жазылғанымды көрсін. Және жазылғанымның мәнісі неде екен соны сұрап білейін деп араға бірнеше қонып емшіге келеді. Сәлем беріп келген адаммен амандасып, танымаған соң Бизолда одан жөнін сұрады. Тақсыр былтыр қатты ауырып алдыңызға келген едім. Сонда сіз қолымнан келмейді, бұл аурудың емі жоқ деп қайтарған болатынсыз. Енді міне, жазылып алдыңызға келіп сізге сәлем беріп отырмын дейді әлгісі. Сонда Бизолда, сіздің науқасқа бір ем бар еді, бірақ та ол қолға түспейтін. Сондықтан қол жетпес нәрсені айтып басыңызды қатырғың келмеді. Бұл ауруға ем жоқ, қолымнан келмейді дегенім сол еді. Ендеше мен қалай жазылдым, соны сізден сұрайын деп әдейі келдім. Және қолға түспейтін еміңіз қандай ем еді? Соны айтыңыз, естіп көңілім ордықсын, еліме де айта барайын. Емші әлгі кісіден не істеп не қойғанын, қайда барғанын сұрап білетті. Сіздің науқасыңыз 7 жыл адам көзіне түспеген жыланның улы сілекейі араласқан сүтті ішсеңіз жазылмақ еді. Енді міне сәті түсіп, сол таудан ту жылан кездесіп, сусынға қойған сүтіңізді түнде ішкенде, сүтке оның сілекейі тамған. Сіз сол сүтті ішіп жазылдыңыз. Ал осындай ем болатын нәрсені қандай адам табалады? Қолға қалай түсіреді? Ол жыланның қайда екенін кім біледі? Білген күнде де сүтті оған қалай ішкізеді? Осының бәрі де жұмбақ нәрсе емес пе? Өзіңіз ойлаңызшы. Сол себепті емі жоқ, менің қолымнан келмейді деген едім. Тақсыр сонда сіз емі жоқ дегенде, емдегісі келмейді ғой деп мен қатты ренжіп кетіп едім. Енді анығына көзім жетті. Әрине, онда емнің қолға түспейтіні рас. Мүмкін
Сіздің емі жоқ деген сөзіңіз себеп болып, мен тауға, салқын жерге апарған шығар. Ауруымнан қалайша сауыққанымның мән-жайын түсіндіріп, анығын айтқаныңыз үшін сізге өле-өлгенше ризамын. Енді маған батаңызды беріңіз деп, ауруынан жазылған кісі Бизолданың алдына бір уыс алтын ділдә қойды. Мен мұныңызды алмай-ақ батамды беремін, себебі сізді емдеп еңбегім сіңген жоқ дейді. Әлгі адам батасын алу үшін оны азаптана алыстан іздеп келгенін айтып, ұсынған ділдәні алуын қояр да қоймай өтінеді. Жарайды, олай болса деп, Бизолда оған батасын беріп, алған пұлын нашарларға үлестіріпті. Кәрі құлақ қариялар айтатын атақты Бизолда емші туралы ертегінің тағы бірі осындай.